Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге асқабақпен жасалынған орама нанның рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін ең алдымен қамырын илеп аламыз. Ұнымызға бір жұмыртқа, суымызды қосып, қамыр қылып илейміз. Қамыр осылай қаттылау болу керек. Енді бұны тындырып қоямыз. Әр 10-15 минут өткен сайын қайырып тұруымыз керек. Енді салмасы асқабақпен болады. Асқабақты турап, қабығын ашып, тазалап аламыз. Одан кейін кубиктап турайтын боламыз. Осылай ортада қамырды қайыруды ұмытпаңыздар. Енді пиязымызды тураймыз. Одан кейін құйрық май қосамын. Осы 1,5 килограмм асқабаққа мен 400 грамм құйрық май қостым. Және жаңағы қамырымыз тынды, қанды. Енді осыны тура 4 бөлікке бөлеміз. Олар тазуалап, тағы да кішкене 5-10 минут тындырып қоямыз. Енді тұз бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Қамырымызды жайып аламыз. Мен қамырды жұқа қылып жаямын. Жайып алдым. Міне енді жаңағы салмамызды саламыз. Тегістеп, одан кейін осылай жалпақ қылып ораймыз. Енді ыдысымызға саламыз. Мантоварканың осылай барлығын жасап шығамыз. Енді бұл 40 минутта пісіп қалады. Міне менің орама наным пісіп шықты. Дәмді болып шыққан. Сондықтан жасап көріңіздер. Егер ұнап жатса, маған лайк баса кетіңіздер.